Бүгінгі әңгіме кіші жүз, соның ішінде байұлы тарайтын байбақтыру жайлы болады. Байбақтыру қазақтың ұлы тұлғалары, яғни үлкен тарихи тұлғалар шыққан үлкен ру деп айтуға болады. Тарихта үлкен ерекше орны бар. Байбақтыдан шыққан Сырымдатұлы, Қадыр Мырзалиев, көптеген тұлғалар бар. Олардың бәрін жіктеп айтудың өзі де мүмкін емес. Бір шығарылымда азық етеді. Сондықтан жалпы бір тоқтап кетейік. Байбақты жайлы көптеген аңызы бар. Соның бірі Қыпшақтар руы, соның ішінде Тоқсабадан шыққан деп. Тоқсаба руы осы Қыпшақ даласында үлкен рөл атқарған ірі ру болып табылады. Тоқсаба руы Шыңғыс ханның шапқыншылық кезінде алғашқы қарсы тұрып, яғни орыс князьдерімен бірсе Калка өзеніндегі шайқаста аса ерлік көрсетеді. Кейінгі Калка өзенінде жеңілгеннен кейін шегінуге мәжбүр болады. Яғни сол кезде Котянмен бірге қазіргі мадиярлар жеріне дейін шегіну мәжбүр болады. Бұл жайында, яғни мен шығарылымда бар Қыпшақтар жайлы және Бату хан жайлы. Бату ханның 1 мен 2 шығарылымда айтылады. Толыққанды қандай шайқастар болды, сол жайлы қарап кетсеңіздер болады. Яғни осылайша Тоқсаба руы кейін Алтын Ордада үлкен рөл атқарады. Алтын Орданың құрамына кіріп, Алтын Орда құлағаннан кейін Ноғай ордасында беделді тұлғалардың арқасында ерекше өз орнын табады. Ноғай ордасында ең атақты тұлғаның бірі ол Байбақты Жабулы болып табылады. Яғни Байбақты атақты Алтын Ордада үлкен билігі болған Қыдырқожаның ұрпағы болып табылады. Қыдырқожа яғни Алау батырдың ұрпағы. Алау батыр кезінде Әз Жәнібектің дәуірінде өмір сүрген, Алтын Орданың үлкен беделді батыры әрі би болған адам болды. Сондықтан да Байбақты тектінің ұрпағы болып табылады. Осылайша 15 ғасырда толығымен Байбақтының атымен аталып ру Байбақты болады. Кейін 16 ғасырларда Еділдің жағасында қалмақтардың көшіп келіп Байбақтыларды ығыстыра бастады. Байбақты өзінің туыс қазақ хандығына қарай қосылуына ниет білдіріп, толығымен 17 ғасырда қосылды. Кейін әрі сол өз жерлерін қайтып алып, жаулап алды қалмақтардан. Байбақты руынан көптеген ірі тұлғалар, батырлар шықты. Соның бірі Дәуқара батыр Қарақожаұлы. Үлкен бір жорықта кіші жүздің, яғни сол кездердегі Тама Есет батырдың бастауымен болған қалмақтар арасында шайқаста, яғни жауынгер ту ұстаған қалмақтарды өлтіріп, қазақтардың туын алып баратқанда Дәуқара батыр сол мезетте қалмақты өлтіріп, туды қайтарып, яғни жауынгерлердің рухын сынуға мүмкіндік бермей, батырлығына тәнті болған Есет батыр кейін шайқас біткеннен кейін бәрін жинап айтады. Яғни осы батырдың батырлығы барша Байбақты руына ұран болсын. Осыдан бастап Байбақты руы ұраны Дәуқара болады. Тағы бір үлкен тұлға ол Шолан батыр. Жоңғар шапқыншылық кезінде аса ерлікпен танылған Шолан батырдың үлкен әулеті батырлар тарайды. Яғни осы әулеттен соның Шолан батырдың 4 ұлы болады. Есенбай, Байкүш, Байсері, Дат. Бұл батырлар жайлы атақты жыршы Қожамбердінің Елімай жырында жырлайды. Ағайындылардың ішіндегі ең атақтысы Дат палуан, яғни кейінгі атақты Сырымның әкесі. Сырым батырдың барша қазақтардың басын бірігіп Ресей империясына қарсы күрескен әрі жалғыз қарындасы болады Ажар. Орта жүздегі уақтан шыққан атақты батыр Баян батырдың анасы болып табылады. Қазақта, яғни кіші жүз айтады, Шоланды елді байтқан 3 тоқал деп. Оның сыры Есенбайдан 8 ұл тарайды, Даттан 7 ұл, Түкіштен 8 ұл тарайды. Осылайша Шоланды елді байтқан 3 тоқал деп таратқан ұрпақтарына қарап айтады. Кейін осы ұрпақтар атақты қан батырлар болады. Соның бірі Сырымдатұлы, Мәмбет батыр Ақбердіұлы. Осылайша кіші жүзді бұларды Шолан елі деп атап кеткен. Әрі Ресей империясының деректерінде де жазған Шолан елі. Әрі кейін осы кіші жүздің ханы Әбілқайыр, оның ұлы Нұралы да үлкен саяси елдің тағдырын шешетін шешімдердің бәрін осы Шолан елінің адамдарынсыз ешқандай шешім қабылдамаған. 1731 жылы кіші жүзді Ресей империясына қосылу жөніндегі келіссөзге келген Ресей империясын жіберген Тевкелевпен келіссөзде осы Шолан руынан да әдейі шақыртады Әбілқайыр. Кейін Ресей империясының жауыздық, отарлық саясатын Шоланның ұрпақтары алғашқы болып көтеріліске шығады. Оның бірі Сырымдатұлы. Бәрін өз-өзімен көрген. Кейінде басқа да көтерілістерді үлесін қосады. Соның бірі Исатай мен Махамбеттің және Кенесары мен Арынғазының. 19 ғасырда Байбақты руынан шыққан Еділбай құмын алып шығады. Қойдың ерекше салмағы көп әрі құйрық майы да бар, яғни салмағы 140 келіге дейін жеткен, құйрығы 15 килограммдай беретін деп. Еділбай тұқымын Қазақстанда, Ресейде, Украинада және туыс елдердің көп жерлерінде кең тараған. Байбақты руынан көптеген батырлар шықты. Атақты әнші, ғалым, саясаткер және ақын жазушылар. Бұлардың бәрін толыққанды бір шығарылымда айту мүмкін емес, әрине. Жиі өздеріңіздің ойлаған тұлғаларыңыз болса, комментарий жазып айтып кетсеңіздер, сол жайлы шығарылым шығарамын. Әрі каналдың дамуына қолдау жасаңыздар, каналға жазылып, лайк басып, жан-жаққа таратсаңыздар үлкен
үлкен бір үлес қосасыздар. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.